Саламатсыздар ма, құрметті халқым, амансыздар ма, қалай жағдайларыңыз? Мен бірінші рет бүгін Инстаграмда прямой эфирге шығып тұрмын. Жалпы өмірде барлық зат бірінші рет болады дейді ғой. Кеше мен ТикТоктың стриміне прямой эфиріне бірінші рет шыққам. Бүгін мына ненің помидордың прямой эфиріне бірінші рет шығып тұрмын. Инстаграмның дегенім ғой. Ан жақта балдары жылап ойымды бөліп жіберіп жатыр. Прямой эфирде сіздерге не айтқым келіп тұр? Мына менің помидорымның дым жақсы көріп тұрсыздар, үлкен болған рассадасы. Сол кеше неде далаға шығарған кезде бетіндегі пакетті, дала бізде әлі қары кетпей жатыр ғой. Пакетті қарау керек, оны далаға если жадай шығарып қойсаңыздар, жылы үйден пакет ашылып қалмауын қадағалау керексіздер. Менде жел пакетті ұшырып кеткен, помидорлар тоңып, үсіп қалған. Демек, мыналардың көбісі өліп қалды, мына рассадалар. Енді бұндай жағдайда қалай жасаймыз? Сіздерге оңайы, егер де сіз любитель болмасаңыз, рассаданы оп-оңай сырттан сатып әкеліп, новый рассада отырғыза қойыңызға болады. Болмаса, егер сізге бір ұнайтын сорт болса, сіз өзіңіз бұның бәрін өңдеп, дұрыстап алуыңызға болады. Ол үшін мен сіздерге бүгін мен базарға барып әкелген заттарымды көрсетейін деп жатырмын. Мынадай корневин деген, стимулятор корнеобразования дейді. Любой гүл ексеңізде, рассад ексеңізде осы корневин қосқан суды қоссаңыздар, бәрі тез тамырланады. Өзі аты айтып тұр, стимулятор деп, тез тамырландыруға көмектеседі. Любой рассадыны, любой гүлді тамырландырар кезде осы корневин қосқан суға салып қойыңызға болады. Болмаса бұл пудра сияқты іші, сомен тамырды или черенок дейді, кесіп алған жерін соған корневинге батырып алып, осы розаларды тамырландырған кезде корневинді көп пайдаланады. Розаларды кесіп алып тамырландырып атады ғой, өзіне ұнаған розаның түсін. Сол кездерде, гүлдерде, рассадаларда бәрінде мына корневин деген препарат өте жақсы әсер етеді. Мен енді бұл корневинді қазір мына суықта қалдырып қойып, ұмытып кеткен рассадаларымды өмірге алып келу үшін қолдануыма болады. Езіп, корневинді осы рассадаларға құйса, дұрыс тамырлана алмай тұрған жаңадан егілген рассадаларыңыз тамырланып кетеді. Корневин деген аты міне айтып тұрғандай, оп-оңай осыны қолдануларыңызға болады. Және одан басқа тағы бір препарат бар, мен қазір көрсетемін сіздерге. Ол эпин деген. Жаңа корневинді де огородта көп қолданады, эпинді де көп қолданады. Эпин деген міне айтып тұр, универсальный антистрессовый адаптоген. Адаптация жүргізеді. Яғни кейде сіздің мысалғы бір майский, заморский дейді, огород рассада егесіз, майда бір қатты заморский болып, минус болып кетіп, үсіп кетіп атса, сол қалған огородыңызды, рассадаларыңызды сақтап қалу үшін осы эпинді араласқан суды құясыздар шашып жапырағына. Неге? Себебі эпин деген адаптоген, міне антистрессовый универсальный деп аты айтып тұр, эффективный защита от заморск деп. Заморскілердің кезінде сізді қорғайтын деп. И восстановление поврежденных растений деп. В общем, дәрі ғой, нелерді дұрыстайтын. Ал? Әне осылай прямой эфир түсіріп атсаң, сием, чам деп келіп тұрады. Сояққа сешешен даладасың ғой, атаңмен бірге жап есікті. В общем, баласы барлар түсінесіңдер ғой. Сол, мына эпинді қолдану керексіздер. Мен бүгін базарға тез жүгіріп соқтым да, инкубаторда апарып тастауға барып едім, сол кезде осы эпинді алып келдім. Себебі көріп тұрғаныңыздай, мен мына рассадаларымды далаға ұмытып кетіп, жаңағы пленкасы түсіп қалған ғой бетіндегі. Содан үсіп кеткен. Мынау, видимо, пленканың астында қалған, бұл аман қалған. И жаңағы далаға шығарған кезде под пленкой дейді ғой, пленканы қатты жауып тастауға да болмайды. Мына осы қазір түсіп тұрған апрельдің ыссы күндері күйдіріп та жібереді. Бұл жерде күйдіріп жібермеген, бұл жерде желмен пленка ұшып кеткен, мыналар үсіп кеткен. В общем, реанимация болайын деп жатыр бұларға. Сол үшін мына эпин, міне защита, эффективный защита от заморск. Сіздер біліп жүрсін деп айтып жатырмын, білетіндеріңіз өтіп кетесіздер, білмейтіндеріңіз көрулеріңізге болады. Вот антистрессовый адаптоген, эпин аты. Ал жаңағы тамырды өсіретінді айттым ғой. Тамырды өсіретін зат ол корневин. Корневин. Енді тағы қандай күшті зат көрсетем. Мынау фитоспорин деген, бұл тоже тамаша зат. Бұл
профилактика и лечение растений от грибных и бактериальных болезней дейді. Менің орысшама түсінбесеңдер де мынаны түсініп жатқан шығарсыздар. Фитофторозы, корневой гниль, тамырдың шіруі, мучнисті роса, черные ножки деген осы рассадаларда көп болатын ауру. Біз мысалы огород егемізді, ой өспей қалды деп кейбіреулер қоя салады ғой, ой өспей қалды деп. Неге? Себебі ол ауырып қалған. Оған мысалы грибной бактериальный аурулар жұққан ғой, содан олар осындай ауырып қалады. Сол кезде мынадай фитоспоринді қолдану керексіздер. Бұл қара суға езгеннен кейін көп болады бұл. Соны огородта клубникалардың түбі көп су құйып шіріп кетсе, помидорлардың рассадаларын түбі шіріп кетеді десеңіздер, осы фитоспоринмен суарып алу керек. Бұның ешқандай зияны жоқ. Даже шірмей тұрған помидорларында рассадаларын осымен суарып шығу керек. Дозасы сыртында жазылып тұрады. Бұл как марганцовка сияқты әсер етеді. Мен өткенде айттым ғой, любой рассадын еккен кезде, чтоб тамыры көгеріп кетпес үшін, шіріп кетпес үшін, үйде жел қақпай тұрады ғой. Марганцовкамен қою раствормен бірінші жерді обеззараживать етіп алу керек деп. Фитоспорин сондай роль атқарады. Бүкіл микробтарды өлтіреді. Сонымен фитоспорин туралы түсіндірдім. Аналогов нет деп айтып тұр. Өзі шынымен де бұл несі жоқ. Бұның привикур деген тек дәрі жағынан аналогы бар фитоспориннің. Мен клубниканың тамыр шіріп кеткенде қолдандым. Привикур деген. Но ол привикур қымбат. Фитоспорин оның қасында арзан. Привикур кәдімгі дәрі сияқты неде тұрады, ыдыста. Ол қымбат. Но ол тоже бірден моментально действует етеді. Фитоспориннен да тез. Фитоспорин больше профилактикаға жақсы. Әлі шіріп кетпеген, бүлінбеген рассадаларды дұрыстап сақтап қалуға, көгеріп кетпеуіне, бактерия, грибок тамырларына қара шірік түспеуіне черная ножка фитоспорин көмектеседі. Келесі алған препаратым қандай? Оны мен бұрын өзім қолданған жоқпын, но осы жолы алып келдім. Мынау бордоская смесь деген защита от болезней для плодовых, ягодных, овощных, цветочных культур дейді. Мына ертең клубниканы ашамын ғой мен. Жалпы любой огородты ашқан кезде мына бордоская смеспен мынау бір шелекке кетеді дейді, міне 10 литр суға. Осыны езіп не істеп шығу керек, тоже обработка жасап шығу керек. Мен обработкалер туралы айтып жатырмын. Себебі қазір апрель, бәрлеріңіз огородты ашасыздар, обработка жүру керек. Обработка болмаса, аннан-мыннан бір жабысқан аурулар шығып, сүмір еп, огородтарыңыз өсіп болмай жатады. Мына бордоские защита от болезней деп айтып тұр ғой өзі аты. Фитофтороздан, от пятнистостен құтқарады деп. Сыртындағы дозасына қарай езіп, бір шелекке дейтін обработка. Соны осы нені обработка жасайсыздар. Топырақты, жапырақты. Мен мынаны бұрын қолданып көрген жоқпын, но мен әдейі осы жолы клубникаға деп алып келдім. Қазір мен сіздерге артын ашып көрейін. Жазылып тұрған шығар. Міне земляника, малина деп жазылып тұр. Цветочный культура, роза дейді. Виноград, вишня, яблоко, груша, картофель міне бәрі жазылып тұр екен. Міне картофқа да, неге да, клубникаға да розалар ашасыздар ғой ертең. Розаларға, гүлдерге, виноград, вишня, яблоко бәріне жарайды екен. Сондықтан осымен средства для защиты. Мынаумен топырақты анау-мынау микробтардан өлтіріп алуларыңыз керек. Осыларды сториске сақтап алуға саласыз ба дейді. Мен не істейін, сақтап қояйын, эфирді сақтауды да білмеймін. Мен бірінші рет кіріп тұрмын, көрем сақтап, сосын сақталынса, сіздер содан көресіздер. Бірінші рет мынау менің жасаған прямой эфирім қолдап қоюларыңызға болады. Менің көбінесе қолым тимей қалады ғой осындайларға. Сосын мына гумат плюс 7 йод дегенді алдым. Удобрение с микроэлементами. Мне для замачивания семян. Егейін деп атқан дәндеріңізді замачивать етіп, осыған салып қойға болады. Не корневой, корневой подкормка дейді. Не корневой деген әлгі жапыраққа себетінде подкормка, солайда беруіңізге болатын удобрениені. Болмаса, корневой тамырына түбіне құюыңызға да болады. Мына ат айтып тұрғандай, йодтан басқа еще 7 элемент бар екен. Мына жалғыз огородқа малдың боғын салдым болды, бүкіл микроэлемент бар деуге болмайды. Мынадай микроэлементтер жетіспесе,
огородыңыз дұрыс уражай бермейді. Сондықтан элементтер жетісу керек. Біздер мысалға келіншектер аяқ ауыр кезде ішпей ме витаминдер? Вот огород та дәл солай сияқты. Ол сізге өнім беру үшін, демек ол осындай нелерді, витаминдерді ішуі керек. Жалғыз боқты салдым, жаңағы көңді салдым, жылдаған сол жетеді деген, ол деген жетіспейді. Мынадайлар міндетті түрде керек. Бұндайларды құйғысы келмегендер әлгі йод қосқан су құйып, тағы не марганцовка құйып, болмаса тағы не жаңағыдай сыворотка бар ғой, сары су, сондайды құйып сөйтіп атады. Но мынаның ішінде бәрі жазылып тұр ғой, мынша элементтер бар деп. Осыны құя салмайсыздар ма, одан басыңызды қатырмай. Міне сыртында жазылып тұр. Земляника тұр, міне клубника, овощной культура, картофель. Овощной деген уже бәрі кіреді ғой, помидор, огурцы, бүкіл овощ қой. Ягоды дейтін, алма ағаштары барлар бәріне жарайды. Осыны алып келдім. Сосын тағы не әкелдім? Міне агрикол для томата, перца, баклажан дегенді әкелдім. Бұл да любимый напиток растений дейді. Бұл да не витаминдер. Витамин берген дұрыс, витаминсіз ол сүмірейіп, өлімсіреп тұрады. Сондықтан витаминге жадный жетпеу керек. Зато еккен еңбегің шығады. Так, тағы қандай не әкелдім? Вот, мынадай әкелдім. Бұл для рассады дейді. Цветочник, овощник из зеленых культур дейді. 2 литр суға арналған дейді. Сыртына помидор көрсетіп тұр ғой. Мынау капуста көрсетіп тұр, мынау помидор, анау мынау тұрған огурцы. Мына ішінде бутылочка ма бірдеңемен түрге, міне соны 2 литр суға құясыз да, пластиковый ампулада 10 миллиграмм тұр. Соны мына рассадаға құяды екенсіз. Ол не үшін көмектеседі? Так, міне микро элементтері бар біріншіден. Сосын жаңа приживаемость, высадка кезінде жерге қойған кезде устойчивость к болезням, жаңа корневой системенің жаңағы тамырының жайылуына, тамыр жақсы өссе ғой, бәрінің жақсы өсетіні. Соларға арналған екен. Дұрыс тамырланбаса, мына жерге салған рассадыңыз уражай кешігеді. Кейбіреулер ойлайды, мына дымдағылмас жейміз ғой деп, жаңа мен бірінші помидорларды бөлек-бөлек отырғызғанда себебім сол ғой. Мынаның бәрі тамырланады толып, міне дәу помидор тұр ғой. Бүкілі тамырланған кезде мынаны бітте аударасыз да солаймен дүрс еткізіп отырғыза қоясыз жерге. Ешқандай тамыр жұлынбайды. Бірінші осыған отырғызған кезде жұлынды ғой, болды. Егер сіз бәрі бүйтіп шаш құсатып егіп, соны дәл жерге салатын кезде жұлсаңыз, тамыры жұлынады да, ол бір айға дейін кешігеді өнім. Бір ай ерте жеген помидор жақсы емес па? Даладан сатып алып жегеннен өзіңіздің огородыңызда әбден күз болғанда жеп, ең соңында көк помидорлар домалақ-домалақ болып қалып қойып, оны үйден қызартып жүргеннен ерте жеген пайдалы ғой. Бұл эфир міне сіздерге соны айтуға арналған. Және мына менің қателігімді қайталамаңыздар деп, мынадай болып растадыларды ұмытып кетпеңіздер далада. Ана пакетті желмен ұшып кеткен ғой, соны үсіп кеткен мыналар. Енді бұлар адам болуы да мүмкін. Мен корневен құям, тамырланып тісе, помидор деген живучий зат, адам болмауы да мүмкін. Болмаса болмайды, онда дымдағылмайды, мен оған қиналмаймын. Бірақ енді мен қазір әкеліп дәнді ексем, кеш қалам. Менде бір ғана тағы оп-оңай варианттар. Мен мынаны әдемі қылып өсірем. Қазір корневен құям, тамырландырам. Жаңа рассадаға арналған бірдеме әкелдім ғой тағы. Мына эпин деген, жаңа замырскіге арналған. Бұлар үсіп кетіп тұр ғой, менде далада қалып қойып. Сол мына эпинді құям, жаңа антистрессовый адаптация істейтін. Еще тағы бір рассадаға арналған әкелдім ғой, мінекей. Осыдан құйып, әдемілеп, науымды күшті қылып, жап-жасыл қылып, дінін жұп-жуан қылып өсіріп алам. Сосын бұл өскеннен кейін, мынау не пускать етеді, мына жерлерінен так, ат нет оның құдай ау. Қолтығынан, в общем, кіте-кіте болып, тағы бұтақтар шыға бастайды. Пасынки дейді ғой. Сол пасынкілер мынандай болып шыққан кезде пасынкілерді қиып аламда наларға бәріне отырғызам. Ол процесс чем дәнінен қарағанды тез жүреді. Сол пасынкілерден мен мына помидорды қайтадан көбейтіп шыға аламын ғой. Бұйырса оны да сіздер көретін боласыздар. Ал мынадай әлсіреп тұрғанда да жаңағыдай витаминдердің арқасында тірілтіп алам. Бұл менің әлгі суықта далада қалып қойып, пакеті шешіліп, мұздайда қалып қойған рассадыны қайтадан тірілтіп алу жолым. Сіздерге не болса, пайдалы болса лайк басып қойыңыздар, мен сақтап қоям.
Вот мен сіздерге бәрін айттым, өзімнің көргендерімді. Міне фитоспоринді мен қолданып көрдім, клубникаға өте жақсы нәтиже берді. Бұл бірақ больше профилактика. Егер шынымен де суды көп құйып клубниканы шіріп жатса, фитоспорин көмектесе алмайды. Ол кезде привикур деген бар. Қымбат, 5000 теңге ма, күтті 100 миллиграмм сондай тұрады. Зато ол көмектеседі, бірден клубникаларын сақтап қалады. Одан да мықтысы бар, ол как антибиотик сияқты әсер етеді, қатты улайтын түрі. Бірақ одан кейін клубника жей алмайсыз. Оны сепкеннен кейін 1 ай 2 айға дейін клубника жемей, келесі заходта ғана жейсіз. Ал мына фитоспорин, привикур құйған кезде олардың зияны жоқ. Олар как био препараттар ғой, олар немес, дәрі емес. Олар жаңағы эликсир плодородия деп тұр ғой, гуми деп. Ол немес, антибиотик емес, олар дәрі емес. Олардың кезінде жемісті жей беруге болады. Мен сіздерге асық-басық тез айтып жатырмын, далада балдарым бақырып жатыр ғой, маған шық деп. Сол, енді қорытындылап кетейін. Карневинді де түсіндіңіздер ғой, тамырға. Эпинді түсіндіңіз ғой, карневин жаңа тамырды жаюға арналған, тамырды жақсы өсіруге, тамырландыруға арналған. Эпин мынадай заморскіде адаптация жасатуға арналған. Мына фитоспорин тамырдың шіруінен, биобактериялардан, грибоктардан, биобактерия грибоктан қорғайтын. Мынаның ішіндегі бактерия шығатта сіздің грибокты жеріңізде күресет, өлтірет. Сондайға арналған. Сосын тағы бір көрсеттім ғой. Мынау өзім бірінші рет қолданам, бордоский смесь дедім ғой. Бұл ертең клубникаларды любой неңізді ашқан кезде огородыңызды бірінші анау микробтардың өлтіруге арналған. Сол жақсы, мыналар нелер дедім, микроэлементтер, мынау да солай, томат, перец деп. В общем, базарға барсаңыз бәрі тұр ғой. Мынау здоровен для рассады. Жақсы, мен эфирімді сақталғанша сақтап қоям. Сіздерге пайдалы болсам, соған өзім қуаныштымын. Бұл бірінші эфирім. Аман болыңыздар. Енді қалай сақтайтын қай жерден қарайым? Так, бұл қаяқтан сақтайтын қарайды екенбіз. Мынаны бүйтіп жабам ба бірінші? Вы уверены хотите завершить прямой эфир дейді.